күндей өтті ғой соғыс деп, кешегі аталардың қасиетті қанымен, аналардың қастерлі арымен, көз жасымен келген ұлы жеңістің мерекесі өтті. Құтты болсын, Құдай қазағымызды, адамзат баласын енді жылатпасын. Ал енді кеше мына бұл мен жаңағы жоламан, өзің білесің, Қаршадайымнан ізіме еріп өстім. Мен жерімнің, көгімнің ұл-қызын ғана емес, елімнің ұл-қызында түгендеп өскен адаммын. Сондықтан мына Құртақайына, Қаршадайынан мына Елмире да өтті. Сосын кейін Елмұра болды бұл. Қаршадайынан мен осы бақылап келе жатқан, сыртынан сүйсініп келе жатырған қарындастан гөрі балдызым. Бұл енді қыз жібек фильмінде Айшек айтады ғой, төлегенге. Айшектінің қыздары түбіңе жетеді-ау сенің деп. Сол айтқан ол шектінің қыздары келгенде шекем кетіп, көргенде шекем кетіп қалатын әдеті бар. Әуелден ауру деп, тұқым болаған. Ал енді Эльмира болғанда да бөтен емес едің. Эльмира деген, айна деген сөз, өзіміздің шығыстың, арабтың сөзі. Әзірет Сұлтан ұлы бабамыз Қожа Ахмет Яссауидің Миратул Құлып деген ұлы еңбегі бар. Жүрек айнасы деген. Әттең біздің тәуелсіз мемлекетіміз тай-тай басып тұрған күні сол қасиетті кітаптарды оқытқанда біз бүгінгідей салафиттердің сасық аяғы қасиетті топырағымызды езіп, найтуандар, тияқты нәтуандардың алас аяғы кезіп жүрмес еді. Бірақ өкініш, сол 27 жылдан кейінгі тәуелсіздігіміздің ертегі не болады деп қалтырақтап, тәлтіректеп отырмас еді. Бірақ қайтесің, Құдай есесіз қылсын, артынан иншалла келетініне күмәніміз жоқ. Ол қасиетті ілімнің де Эльмираның атынан шығып кетіп тұр бұл әңгіме. Айналайын, сен Елмұра болдың, шынында да елдің мұрасын жеткіздің. Сен қасиетті өнерді, тұнау біздің дәуірімізге дейінгі 6 ғасырдағы өмір сүрген Оғыз қаған, Оғыз пайғамбар, Озған пайғамбар деп жүрген Мәді қағандардың қасындағы ұлы жыраулардың сарының, кешегі тұнау күлтегіннің көк тасына қашап ойылған қасиетті жырлардың сарының, кешегі сыпырадан басталған ұлы жыраулардың сарының, киелі сарының жеткізіп арқалап келе жатырған қазақтың үмітісің, қазақтың көзінің шырағысың, жүрегінің нұрысың айналайын. Ал мына елдің алдында бұл жүрегімнің шындаған айтып тұрмын. Бұл қасиетті сарын көрдіңіздер, отарлаушылықтың, отаршылдықтың қандай қасірет әкелгенін ұлтымызға. Біз сол сонау сыпырадан қалған ұлы мұхит, қазақтың жыр еді, бүкіл тұнау Алтайдан тұнау Дуңайға дейін, Тан өзеніне дейін. Қазір көрдіңіздер, бүкіл жыраулық тек қана сыр бойы мен Маңғыстауда ғана қалып, бүйтіп тартылып, сарқылып келіп. Енді сол сыр бойының өзі екі бағытқа бөлінеді. Біреуі Оғыздық, біреуі мынау біздің батыс Маңғыстау, Атырау батыс өңіріне тән Ноғайлы Алтын Орда дәуірінен келе жатырған сарындарды. Мына Елмира сол біздің мектептің өкілі. Ар жағы Қармақшыдан ары қарай жаңа Орғанға дейін жаңағы Оғыздық мектептің өкілдері болып кетеді. Енді сыр бойынан Маңғыстауға келуге құмартқан жалғыз сен емессің. Тұнау орта ғасырда, 10 ғасырларда Қорқыт бабамыздың ұрпағы Оғар Қаған бастап келген үлкен ұлы тайпалар болған. Түркінің бәрінің аттары осы Маңғыстауда әлі тұр. Иранға барып мемлекет құрған, Түркияға барып мемлекет құрған, қазіргі үш патшалықты бағындырған Османлы түркілерінің аталары осы сыр бойынан келіп Маңғыстауды жайлап солай қарай ауған. Сен солардың сарынын жеткізіп отырсың айналайын. Сен бүгін жырға ғана шомылдырған жоқсың, нұрға ғана шомылдырған жоқсың. Бүкіл Алладан келген сырға шомылдырдың. Сен кешегі көгін мүйізімен бұлт жайқаған Ержан Қожаның жорық жырауы, Құрманай Төремұраттың сарынын жеткіздің Нұртуғанның сөзіменен. Сен кешегі аспан астына сыймай өткен Кенесарының ұлы ер сыздықтың жорық жырауы болған Балқы Базардың ұлы жырларын арқалап жүрсің айналайын. Азырақ бізде жырсыздық жолбарыстай еңіреніп қанаға сыймай тасуымен есірік туған бұл есіл жүректі
екі қолдап басумен дейтін Балғабазардың қасиетті жырларын, одан кейінгі кешегі Нұрмағамбет, Нұртуған Аралдың өзінің өңірінен шыққан жаңағы Жаужүрек мың баланың кейіпкері, бас кейіпкері Сартай Батыр дастанын жырлаған Нұрмағамбет кеше 37-ші жылы атылып кетті, ол кісі жарықтық ақшейіт болып кетті. Оның ар жағындағы Тұрмағамбетті 37-ші жылы қорлап НКВД әбден соққыға жығып сүйек-сүйегіне көтіп шыққаннан кейін елге жеткеннен кейін өледі, ол кісі дүниеден өтеді. НКВД бір аптадан қуып келіп көрден қазып алып қайтадан атып басынан тастап кетеді, өліп жатырған мәйітті. Міне біздің жырауларымыздан солай қорыққан отаршылдар. Енді бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің ұрпағы адаспау үшін ел мұралар аман болу керек айналайын. Тартып кеткен жалғыз Арал емес, тартып кеткен біздің жүрек дария дейтін дариямыз бар. Оны сенің Нұртуған атаң айтады, жүрек деген ғажайып жырында. Жаралған жүрек таза әуел бастан, кіршіксіз таза сақта бата жастан, ноқаттай жүрегіңе кіршік түссе ұлғайып бойыңа кірер тастан деп. Осындай Құдай тағала сенің дарияларыңды толтыра берсін. Қазақтың дариясы толып. Рахмет.